Добрый день. Как вы думаете, как мы можем сохранить нашу экологию? Здравствуйте. На данный момент я знаю то, что в водоемы нашей страны сейчас выбрасывается много количества токсинов, угарных газов, которые отравляют наши воды, и мы эту воду уже используем. Поэтому люди пытаются ее как-то очистить, и поэтому добавляют очень много хлорки, что также вредит нашему здоровью. Я считаю, чтобы очистить наши водоемы, чтобы очистить наше питье, нужно воздерживаться от такого рода действий и также побуждать других на это действие. Қайырлы күн. Менің ойымша, экологияны сақтаудың ең бірінші қағидаларының бірі ол суды үнемдеу. Мысалға, қазіргі уақытта су тасқындары болып жатыр, және оның барлығы судың тазалығына өте көп әсер береді. Және су болмаса өмір болмайды дейміз ғой, және экологияны сақтау үшін ең алғашқы суды үнемдеп үйренуіміз керек. Экологиямызды таза сақтап қалу үшін әрбір сенбі күні сенбілік жасап отыруымыз керек, және де өзіміздің артымыздан әрдайым реттестіріп жинап кетуіміз керек. Және де басқа жаққа қыдырып барған кезде де артымызды реттестіріп, орманды жерлерде от жақпауға барынша тырысуымыз қажет.